Сәлем достар, біз бүгін Көзайым Сұлтан үшеуміз мафия деген ойын ойнайтын боламыз. Бұл жерде выживший, убийца и тірі адам болады. Біз бұл үшін офисті таңдаймыз. Ендеше кеттік, ойынымыз басталсын. Маған қазір қандай персонаж түсетінін көреміз. Выживший, убийца, выживший. О, достар, маған убийца түсті. Бірақ менің убийца екенімді ешкім білмейді. Қазір барлығы менен қашатын болады. Мен ақырын оларды істейтін боламын. 3, 2, 1, ендеше кеттік. Вау, достар, менде пышақ бар, қараңдар. Менің көзіме кім түссе де қазір мен сол адамдардың көзін құртуым керек. Себебі мен мафиямын. Ой, Сұлтан менен қашып кетті, достар. Мына бөлмеде ешкім жоқ екен. Кеттік. Кім бар? Ой, мына жерде Көзайым жүр. Көзайым. Көзайымды ойына шығарып тастадым, достар. Көзайым ойынан шығып кетті. Мына біреу қыз қасып жүр. Алеска деген ба бір қыз. Вай. Ешкімді көрмей тұр. Мына офисті қараңдар, достар. Мына жақта теңіз бар біле. Ой, мына жерде кім жүр? Көрмей қалдым. Сұлтан жүр ғой, Сұлтан қасымнан өтіп кетті мен. Сұлтан, тоқта. Мына жерде бірдеңе бар екен. Ой, что-то ешкім таппай жатырмын. Бәрі қайда тығылып қалған? Қайдасыңдар? Что-то ешкімді көрмей жатырмын. Ой, кнопканы басып қойды, достар. Сұлтан мен деп ойлап жатыр. Егер қалғандары маған дауыс берсе, онда мен жеңілем деген сөз. Достар, дауыс беріп жатыр. Қазір көреміз ответі қалай болатын. Ой, достар, маған екеуі де мен деп ойлапты. Сұлтан да, Көзайым да, мынау Аленка деген қызда. Өкінішке орай мені етіп лақтырып жүрді, терезеден өліп қалдым, достар. Бұл ойында мен жеңіліп қалдым. Давайте келесі ойынды көрейік. Базасынан шықтық. Енді қайда барамыз? Енді давайте. Ойына рекламада бәле болды ғой. Қайда барамыз? Давайте мынау музейге барайық. Барлығы осы музейге барады екен, біз де осы музейге барамыз. Енді маған кім қандай персонаж береді екен, достар? Выживший. Достар, маған выживший болды. Енді мен, получается, қашуым керек. 19 секундта, 8 секундта үлгерім керек. Давай, давайте. Ой, мен мына жерге тұрып қалдым. Қаш. Ойбай, не работает дейді. Туалет па, не аудим мына жер. Ойбай, мына жерге кіріп кеттім, достар. Мен артына тығылып тұрайыншы, мен ешкім көрмейтін шығар, надеюсь. Ойбай. Неңде, достар, мына жер қауіпті екен, походу электричество бар ма, бірдеңе аудимін да, мына жерде өйткені қауіпті деп жазып қойыпты. Мені ешкім тауып болмаса екен, тығылып тұрмын осылай. Достар, Роблокста осы ойынды ойнап көрсеңіздер болады. Бұл ойынның аты выживший или убийца деп айтылады. Яғни кәдімгі мафия ғой, өзіміз ойнайтын мафия. Сол ойын, сіздерге ойынның барысында түсетін болады. Либо убийца, либо выживший, яғни тірі адам деп. Убийца болса, сіздер барлық жаңағы тірі адамдарды өлтіріп, ойынды жеңулеріңіз керек. Достар, маған біреу келіп көрпайды мені. Кім бұл? Мына бір. Біреу мені өлтіріп кетті. Жоқ. Сұлтан нені басып қойыпты. Біз енді убийцаны таңдаймыз. Мына отырғандардың ішінде кім убийца? Сұлтан Көзайым деп ойлайды. Жоқ, Көзайым болуы мүмкін емес. Мен Көзайымды баспаймын, достар. Мен Көзайым деп ойламаймын. Сондықтан мен Көзайымды баспаймын. Ал енді қазір көреміз басқалары не дейді екен. Егер басқалары да Көзайымды басса, онда Көзайым ойыннан шығып кетеді, өкінішке орай. Жоқ, достар, Көзайымға 2 адам ғана дауыс берді. Сондықтан да Көзайым ойында қалатын болды. Ары қарай кеттік. Қашақ, жүр Көзайым, қашамыз. Достар, убийцаны кім екенін білмейміз. Убийца оружиені 3 секундтан кейін алады дейді, сол үшін кеттік. Мен түсіп кеттім. Мама, қаш. Көзайым, сен қайдасың? Мен, достар, мен Көзайым қасына тығылам ба деп едім. Мама, жүрме ал. Достар, Көзайым екен ғой убийца. Мен саған, достар, вообще Көзайым деп ойламаппын. Міне убийца шынымен Көзайым болды. Көзайым барлығын өлтіріп жеңіпті. Ендеше кеттік, тағы да ойнап көрейік. Енді бұл жолы торговый центр таңдаймыз. Торговый центр. Ары қарай енді бізге қандай персонаж түседі екен? Маған. Выживший түсті. Қашайық. Кім убийца болды екен? 9 секунд қалды, достар. 8, 7, 6. Ойбай, қаштық. Көзайым қаштық. Ойбай, бәріміз Сұлтанда қашып баратыр. Значит, Сұлтан да убийца емес. Көзайым да убийца емес. Мен мына жерге келіп тұрып қалдым. Давай. Қай жерге қашсам болады? Өзінің магазиндерін үшін қараңдар, достар. Мына сатушы тұратын жерге қашсам қалай болады? Өзі бір жата алмай жатырмын ғой ше. Бір қалай отырса болады екен мына жерге? Достар, мен ұстап алып қазір өлтіріп кететін сияқты мына жерде, өйткені мен анық бәріне көрініп тұр. Ой, мына жер крыша екен.
крышаға шығып кетейін бәлде. Бір нормальный жер таппадым ғой, бір тығылатын. Ай, бай, қуып келатыр мені. Мама, қуып келатыр. Қаш. Ай, пышағымен қуып келатыр. Мынау кім мені қуып келатқан? Мама. Ай, өліп қалдым ау деймін. Ай, өліп қалыппын, достар. Ой, өкінішке орай өліп қалдым. Көзайым да өліп қалыпты, Сұлтан да өліп қалыпты. Кім убийца болды сонымен? Түсінбей қалдық қой мына жерде. Достар, егер бүгінгі біздің осы мафия туралы видеомыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздаршы. Бізге подписаться етіп тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.